Salam dostlar, men Koçkent'te Анара Тұрсынжан қызы. Кеттік. Бүгінгі біздің видеомыздың аты КМДБ өнімдерімен тамақтанамыз. Көп сұрадыңыздар бізден, көп комментарийға жаздыңыздар. Сол сіздердің армандарыңызды орындайық деп біз бүгін КМДБ өнімдерімен тамақтанамыз. Біз білмейміз қандай КМДБ өнімдері бар. Мороженое, печенье точно бар. Не чипсыдан бар. Қараймыз, мороженыйларда бар ма жоқ па, іздейміз сіздермен бірге. Қандай өнімдер бар екенін бірге қарайық. Кеттік онда. Шоколадтардың ішінде жоқ екен. Қараңыздар, не таптым. Ең бірінші тапқаным халва болды. КМДБ. Халва аламыз, е? Қараңыздар, тағы не таптым. Сухари таптым. Ура! Міне, КМДБ халал. Мен дым жоқ шығар деп ойлағам. Жоқ, сөйтсем бар екен. Халва мен сухари алдым. Мындай шоколадтарда жоқ, өкінішке орай. В основном печенье сондайларда ғой. Халал шоколад. Халал деген шоколад көрмедім, короче. Іздеп таппадым. Ешқайсысында жоқ. Мына жерде мынандай алады екенбіз ғой. Ода КМДБ жоқ қой, бірақ ол. Вообще, харибалар халал, білесіздер, е? Қазір көрсетем. Бірақ бұларда мынандай халал деген печатьта. КМДБ жоқ бұда. Атак осыны алатын едім. КМДБ емес екен. Өкінішке орай ала алмаймыз. Біреу мен алып бекен. Ерігіп тұр дейді. Қашан алады екен осылар, Осылар алса жақсы болатын еді. Жоқ екен. Алмаймыз. Фруткаларға келдік. Бұларда да жоқ, Нестледе. Тоже жоқ. Значит, бұларда да алмаймыз. Мыналарда бар ма екен? Бигбонда жоқ. Халал бар екен да, бірақ мынандай халал екен. КМДБ емес, так что бұны да алмаймыз. Надаш. Тоже халал, бірақ КМДБ емес. Тағы алмаймыз. Мороженыйларға кет. Мороженыйларды ақтарып жатырмын да. Менің ең жақсы көретін джусикиімді КМДБ жоқ екен. Өкінішті. Мынаны қараңыздар. Мынандай круассан алайын десем, тоже халал деген знак екен, бірақ КМДБ жоқ екен. Оны таба алмайын деп тұрмын. Басқа не бар? Құрттарды алайық десек, негізі бұлар итак халал ғой, бұларға КМДБ керек емес. Бірақ енді біздің ойынымыздың тәртібі сол, КМДБ деген жазу болу керек. Іздеп жатырық, дым жоқ. Йогурттарда вообще жоқ. Басымыз қап кетті. Осы айрандарда болады, қазір айрандарды қарайықшы. Мына айранды қараңыздар, халалда, бірақ КМДБ жоқ. Не деген қиын, дым жемек деп тұрмыз ғой бүгін біз. Күтті көрейік. Короче, ештеңкеде КМДБ жоқ енді. Колбасаға барам, басқа вариант жоқ. Неужели бір нәрсе таптық? Жынымыз ұстап жатыр. Қайсыны аласың? Қандай түрін? Басы қатып тұр. Әке, көрейін. КМДБ-ны көрейік, бар ма, жоқ па? Әке маған берсе. Міне, ура! КМДБ жасыл печать. Мә, аласың. Хоть біреу. Басаға келдік. Давай, КМДБ. Қандайын жегін келеді? Бәрі КМДБ, мынаның бәрі. Любойын алса болады. Соны аласың ба? Ала бер, астындағысын алсың? Дәулер керек емес, жалғыз өзің жейсің ғой. Міне, КМДБ халал. Қараңыздар, алғанымыз 4 ақ зат.
өрт ағызады. Біз мына майды жейтін едік. Халал жоқ екен знак. Да. Соктан да таба алмай атырық. Халал. Короче, халал сок жоқ. Соктың харамы болмайтын болып тұрға. Сок та жоқ. Хотя бы суларда бар шығар деп қарап тұрмын да. Может, суларда бар шығар, КМДБ деген жазу. Бұларда да жоқ. Короче, үйде су ішеміз. Мыналарда да жоқ. Ылғи алатын соғымды алғым кеп тұр да. Алуға болмайды. Таптым. Міне. Ананың печати көрінбей тұр, сол үшін алдым. КМДБ. Мына жерде мынандай печеньелер тұр. КМДБ-ның шы. Бірақ бұндай печенье ұнамай тұр. Вафлияған ала салайын, е? Мінеки мынандай печенье бар екен. Бұл екеуі бір печенье ғой. Тағы не бар екен деп қарап тұрмын. Мынандай печенье бар екен. Фатима, мынандай печенье жейсің бе? КМДБ. Ага. Давай, алайық. Мынандайды алтын ал 1790 теңге тұрады екен на печенье. Қымбат екен страшно. Сонда да енді ойын үшін алдым сіздер үшін. Дым алмады демесін деп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қызат алдым. Короче, басқа дым таппадым. Бәрін араладым. Басым ауырып кетті уже. Дым жоқ мұнда. Не алған заттарымыз? Келдік біз үйге. Басыма вандан қиып алдым. Жараса ма, жараспай ма, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал, давай, не алдық соң көрістейік енді. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, 5-6 қызат алдық. Мындай бір какао кінесі. Чипсы. Чипсы КМДБ. Короче, бәрі КМДБ. Біз еш нәрсе жетіскен нормально таппадық, көрдіңіздер. Мороженое да іздедік, бәрін іздедік. Осы тапқан 6 қызатымыз. Соның ішінде мынау чипсы біреу. Мынау екінші, бұл бізде сухари. Знақтарының бәрін көрсеттім ғой сіздерге. Менде колбаса. Үшінші Фатимада колбаса, менде халва. Бұл халва біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Ішінде ең қымбаты бізде нал болды. На печенье. 1800 теңге тұрады. Не үшін алдық? Дым алмады деп айтпасын деп алдық. Вообще бізде чегі қайда? Ішінде чегі тұреді ғой, Фатима? Ең мынандай вафли алдық мінеки. Вообще бізде кетті мінеки. 5080 теңге кетті. 10 теңге сдача. Сол, ал енді Фатима қайсынан бастағың кеп тұр? Мен бар. Біз бұлай екеміз өзімізге су құйып кеп алдық. Мен Фатима саған бір суды берем. Мен сразу чипсы мане. Неге чипсы? Міне менің суым. Неге чипсыдан? Ну ладно, давай ашағы. Ашасың ба? Қазір. Маған өте ұнамады. Ұнады, бірақ лейсқа жетпейді. Лейс бұдан да дәмдірек. Мына жерде Медина деген бір сұлу қыз бар. Сол кісіге беріп отыр Фатима. Сырдың дәмімен сіздерге ұнай ма? Комментарийға жазыңыздар. Маған крабовый ұнайды, чем сыр, я? Нағызға сырмен ұнайды екен. Неге сырмен? Маған краб, маған бұрын сыр ұнайтын, қазір сыр вообще ұнамайды, краб ұнайды. Су ішпей болайын деп тұр ғой бізді кіші, қазір таза су ішпей челлендж болайын деп тұр. Бәрі су ішу керек нәрселер ғой. Медеу сұрап атыр. Алдына 2-3 тау берсе? Мен уже шөлдік беттім. Фатима, шөлдемедің бә? Болды. Шөлдемедің бә? Бисмилля дедің бә? Супер. Енді не жейсіз? Неден бастайсыз? Мен шөлдедім.
Шөлдедің бе? Мен күтіп отырмын. Мынандай вандамкы маған ұнады, бірақ ет сияқты, я, Фатима, ет па, вандамкым? Вандамкы ма, не? Комментарийға жазыңыздаршы. Жарасып тұр ма маған? Нормально ма? Көйлегімнің цветі болып шықты, как раз, я? Давай, енді не жейміз? Давай. Мен наны қатты жақсы көрем, бірақ бұны Фатима өмірінде жеп көрмеген. Давай надан жеп көр. Давай. Фатима вообще жеп көрмеген. Мен бұны деген обожаю. Әсіресе чаймен. Чаймен жеген жақсы көрем. Несіне? Қазір біреуін көрсетейін сіздерге. Мынандай ғой. Мынандай ішінде изюмі бар. Мен жеп көрші. Мен сенікін жеп жатырмын ғой, сен де менікін жесе. Нан ғой, нан. Кептірілген нан, сухари. Сен онда чипсы жеп, мен осыны жеп. Мінекей натуры ғой, қымыдығы деп. Бұл идеяны бізге бүгін менің влогымда бір қыз айтты. Анар апай қымыдығы тамағымен тамақтаныңыз, ылғи сұрайым ғой деп. Көбінесе комментарийда жазылады осы челлендж, бірақ почему-то назар аудармайды екенбіз. Бұл чай қасап жейтін ғой. А чай-то не принесла. А что ты чай не принесла? Соны айтам, неге чай алып келмедің? Кімге ұнайды сухари? Жазыңыздар. Маған ұнамайды. Маған ұнамайды. Жоқ, вообще деймін да. Маған қатты ұнағандықтан мен трапезаға 10-нан 10 берем, Фатима. Сен 10-нан 0 бересің, короче. Бұл Мединамен ойнап жатыр. Мен 10-нан 10 берем. Қазір чаймен асықпай өзім жейтін болам. Енді мен таңдадым, не? Сухариден сен таңда. Екеу кетті, екеу. Енді үшіншісін таңда. За кадром кішкентай қыз отыр. Мне кажется, что это. Халва, жақсы көрем. Тоже бұл да чаймен ішетін ғой. Біздің папамызға ұнайтын, между прочим. Папамыз өліп жейді осы, не? Чаймен. Біздің үйде папамыз ғана өліп жейді. Қалғандарымыз енді за компанию бүйтіп жейміз. Ладно деп. Бірақ қатты ұнайтын сол папамыз. Сен жейсің қазір тоже. Ну, дәмін тату керек біз ғой енді, челлендж ғой. Маленький только. Шока, көрсетем сіздерге. Міне, мынау Фатиманыкі. Мам, почему ты толстый? Я на Істе. Сөйт, папамызбен жеп жүріп, маған да ұнап кетті. Тамақты өйтуге болмайды. Суңдыш. Бұл чипсы жейін деп тұр ғой, до конца. А мен бәрін жеп отырмын. 10-нан 9. Ойбай деген қалай кетті? Ха деген қалай кетті? Меди, привет, деш? Привет, Кэт. Айтса өзіңмен. Чипсы бересеш, чипсы жеп жатыр. Ботаның сестренкасы Меди деген. Ең кішкентай. Фатиманыкін жоқ қойдым мен. Кешкісін чаймен ішкен күшті бұл. Мен таңдайын. Фатима мен таңдады. Халваны. Енді екеуі ғана қалды. Мынау мен, жоқ, үшеуі. Қалбастан алып тұршы. Фатима қазір қалбастан таңдайды. Железно, жақсы көреді қалбастан. Мағаннан да қалбастан ұнамайды. Копченый ұнайды маған. Давай, нан таңдадым. Оны сен таңдайсың.
Вафли. Так, Алматы деген ненікі, бұл алматинский продукт. Ну-ка, ашайық. Өзінің мына жерде ашатын бәрі біледі ғой енді оны. Ашатын қызыл лентасы болады. Сонымен фук деп ашып аламыз. Тақтı balbay. Сөзіңді бітте саласың. Вау, ватика. Сосын бітте саласың да бүйтіп ала саласың. Сосын Как? Рахатқа қарағанда маған осы ұнайды. Рахатовский вафлиға қарағанда алматинский вафли ұнайды. Что это? Мне нужно топить. Где вот так? Ұнамады ма не? Угу. Саған ақ ұнамайды екен осы? Мне нужно сок. Фатима чипсиден басқа дым жеп жатқан жоқ. Нечестно. Честно, что? Тарелкаға салып отырайын. Менде тарелкам бар. Жартыларын бәрін жеп отырсам, сіздердің уақыттарыңызды алам. Вафлиға 10-ның 10-ын берем. Вафли ұнады ма? Неге жемедің? Ұнаса? Ұнаса неге жемедің? Нормально. Нормально, өтірік айтады нормально деп. Ұнамады оған. Нормально. Мен сөйтіп айтып тұрмын ғой. Ұнаса тағы берші деп сұрайтын едім. Мам, здесь Медина. Как хотите чипсы сейчас курят? Да? Я. Вот почему она Көрініп так тұр ма сіздерге колбасам? Вот почему она так много чипсы покупает. Жейсің ба Меди? Жейсің ба? Беріп көрші колбаса. Жемейді екен. Бер, сұрап жатыр. Мә, үшеумізге 3 кусок кесіп алдым. Мынау саған мә. Фатимаға үлкен кусогын беріп жатырмын, потому что маған ұнамайды колбаса. Мен тек нан мен майонез үстіне осыны қойып, помидор қойып жей аламын. Неге солай? Былай жеу маған қиын. Тәттіден кейін тем более. Тарелкама сақпайын. Нормально екен? Жеп берем ба? Қалай? Жеп отыр. Вкусно? Поняла? Шөлде кеттім. Таза су ішіп қоймаға. Последний қалды, я? Таңдау жоқ, выбор жоқ. Ең соңғы. Фатима мұнан бұрын жейтін. Андай ыдысқа бетіп салып алады да. Сөйтіп жатып алып, мультик көріп жатып, бір штуктан жейді. Сіздердің де үйлеріңізде бар ма сөйтіп жейтіндер. Өстіп, мынау соленый ғой еще. Деп жеп жататын. Деп кино көретіндер бар ма? Бұл бір шет чипсы сияқты. Бірақ печенье соленый ма? Әлбе өзі. Оның тоже вкусно прям. Алған бағамызға стоит бопты. Чаймен тоже таңертең. Біз в основном печеньені чаймен кешкісін түнде жатарда либо таңертең тұрған кезде жейміз. Легкий. Жесе сен жеп жүрген печеньең ғой, сен жақсы көретін. Сенің любимый печеньең, бәрін сала салыңызға. Не берейін сізге? Колбаса сұрап тұр. Колбаса. Балық печенье ұнады. Чаймен ішкенге күшті. Ұнады ма балық печенье? Жесе сен ойна кеткеннен аяқта челлендж түсіріп жатырық қой. Все, чипсы хватит. Наны же, наны, балық печенье. Бәрін жеуіміз керек қой, біз сосын жейсің ғой. Мына челлендж басталғалы, мына қыз аяғына дейін чипсы жеді. Достар наныкі болмады, достар болмады. Саған не ұнады алтауының ішінде? Тоқташы, алтауының ішінде не ұнады? Колбаса ұнады. Чипсы, бірінші очередь чипсы, колбаса, балық печенье. Балық печенье. Болды. Вафли ше. Вафли ұнады. Бірінші очередьте маған не ұнады? Короче, маған бәрі ұнады. Тек колбаса онша ұнамады. Басқасының бәрі ұнады. Чипсы ұнамады, кстати. Екеуі онша ұнаған жоқ, төртеуі ұнады.
Лайк басты, колокольчик басты, менің қонақта болды. Мамасы Анара. Қоса басты. Сау болыңыздар. Ұнаса астына жазыңыздар, күтеміз комментарийда.